Сыр өңірінің солтүстік аудандарындағы тұрғындар үшін жағымды жаңалық. Байқоңыр қаласында медициналық орталық ашылды. Жұлдызды қалашықтағы бұл ғимарат осыдан 6 жыл бұрын 80 төсектік перзентхана ретінде салынған болатын. Бірақ содан бері Ресей тарапы өз меншігіне алмай қаңырап бос тұрды. 2015 жылдың қарашасында Қызылорда облысы әкімдігінің бастамасымен Мәскеуде өткен үкіметаралық комиссия отырысында аталмыш ғимаратты Қазақстан тарапына беру туралы шешім қабылданды. Ал аурухананы жабдықтау үшін республикалық бюджеттен 600 миллион теңге бөлініп, қажетті құрал жабдықтармен қамтылды. Айта кетейік, жаңадан ашылған медициналық орталық Байқоңырдағы 24 мыңдай қазақстандық азаматтан бөлек Арал, Қазалы және Қармақшы аудандарының 240 мың халқына сапалы қызмет көрсетеді. Қазір таңда мұнда оңалту және терапия бөлімшелері жұмыс істеп тұр. Кезең-кезеңмен офтальмология және лор, хирургия, гинекология бөлімшелері мен перзентхана жұмысын бастайды. Қаладан ОМЦ-ның филиалы ашылып жатқанын естіп, өте қуаныштымыз. Өйткені бізді Қармақшыға, Қызылордаға жібереді постоянно. Алға бастап жұмыс жасап жатса, бәрімізге де оңай болар еді. Қанша шақырым жерге 250 км Қызылордаға барғанша, мына тұрған қаланың ішіне өзі жақын жерден көрінетін едік. Негізі ғимараттың өзінің салынған кезіндегі құрал жабдықтары бар. Сонымен қатар қайта бейімдеу жұмыстары жүргізілген кезде республика тарапынан үкімет резервінен 606 миллион теңге бөлініп, 112 ірі құрал жабдықтар алынып, оның ішінде рентген, қазіргі заманауи УЗИ аппараттар, ірі құрал жабдықтар алынды. Енді бүгінгі таңда біз тағы сұраныс жасап жатырмыз. Негізі компьютерлік томограф жаңадан осы жерге қойылса деген жоспарымыз бар.